көбісі дайректке жазып жатыр маған ше, отбасын сақтап қал, ол сенің қолында, барып сөйлес дейсіздер да. Бірақ онымен сөйлесу вообще невозможно. Білесіздер, гүл алып бардым, көкірегімнен итеріп жіберді. Одан кейін қаншама рет кездесуге шақырдым, даже бардым да, вообще сөйлесуге келмейді. Сөйлесе алмаймын онымен ше, потому что адам сол сөйлесе алмайды. Уже бір айдан астам уақыт болды, уақыт бердім, уже кешіретіндей болды. Походу мен ойымша біреу тауып алды деп ойлаймын. Білмеймін енді, ол менің ойым лично. Мне звондайықшы, просто звондап, даже сөйлесе алмайсың болмайды. Міне қараңыздар. Алло. Алло. Не болды, неге звондайсың? Адам құсап сөйлесейік та, болды ғой, бір айдан астам уақыт болды, ашуың басылған шығар, не деген ашуы бітпейді, нормально. Жоқ, енді нормально сөйлесетін уақыт келді ғой, енді болды ғой. Не деген ашуы бітпейді, нормально. Жоқ, енді нормально сөйлесетін уақыт келді ғой, енді болды ғой. Не сөйлесу керек, а? Сен вообще-то неге қол қоймай жатсың? Жоқ, мен сенің туысқандарыңды өлтіріп қойдым ба? Мен шығар сенің артынан жүгіріп жүрген, сөйлесейік деп, отбасын сақтап қал үшін бәрін істеп жатыр ма? Реально ма? Сол ажырасуға келіп тіреп тұр ма бүкіл нәрсе? Я, мен саған қанша рет айттым. Сөйлесе алмаймыз ба сонда? Вообще? Келмей ма вообще ыңғайға? Дато мен не істеп қойдым саған? Болды. Нормально сөйлесе алмаймын да сенмен. Түсін ба? Сен барда қол қой. Ажырасуға, и все. Осы сөйлесу вообще білмеймін. Натуре шаршап кеттім бар ғой менде.